Мен Леспекова Ләззат Жаңғырбаевна, еңбек ардагері, 50 жылдық жалпы жұмыс тәжірибесі бар филология ғылымдарының кандидаты, техникалық мамандықтар бойынша практикалық орыс тілі кафедрасының доцентімін. Қазіргі коронавирус пандемиясына байланысты сіздерге қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің ұлы шығармасы Абай жолы жайлы айтып бергім келеді. Үйде отырған кезде ең бастысы қол қусырмай өздігінен даму қажет. Абай жолы романында ұлы қазақ ақыны, ағартушысы, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушысы Абай Құнанбаевтың өмір баяны жазылған. 4 томнан тұратын таңғаларлық әдемі жазылған роман. Автор шығарма мазмұнын қызықты етіп ойластырған. Өйткені ол әрбір бөлімді өмір телімі немесе жолы кезеңі ретінде атаған. Мысалы, жайлауда, Қосқияда, еңісте. Бұл кейіпкердің өмір жолының метафоралық атаулары. Абай Құнанбаевтың өміріндегі ең қиын сәттерінің кейбірі 4-ші томның Қосқияда, Қапада бөлімдерінде суреттелген. Өмірдің қиын сәттеріне қарамастан жоғалтудың ащы дәмін сезініп, дәл осы кезде өзінің атақты туындысы қара сөздерді жазған. Осы шығармадағы көптеген ой тұжырымдар мен ғибратты қорытындылар қазіргі күнде де өзекті. Өмірлік қиындықтар өмірдегі басымдылық жайлы ойлануға уақыт береді. Өз халқының білімді ұлы бола тұра, Абай ылғи да даму, ағартуды жақтап, адал, лайықты және мәртебелі адам болған. Кітап жеңіл және түсінікті тілде жазылған. Романда автор достық, жақсылық пен бұлжымастық, өз мақсатына деген адалдық тақырыптарын қозғайды. Сондықтан, құрметті студенттер, осы қиын кезеңде сіздерді білімге деген ұмтылыстарыңызды жоғалтпай, бос уақыттарыңызды пайдаланып, өздеріңіздің рухани толығуыңызбен айналысып, осы және де басқа қазақтың ұлы шығармаларын оқуларыңызды өтінер едім. Ерте ме, кеш пе, бұл күндер де өтіп кетеді. Ал білім мәңгілік мұра болып бізбен қалады. Дендеріңіз сау болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Рахмет.